Құдағай, мынау не өйтіп қызымен жабысып сөйлесе берді. Сен бұзасың негізі келінді. Енді үйге жібермегеннен кейін сөйлеспей не қылама? Сен қызымды алып жатқанда не деп едің? Көзінен бір тамшы жас ақпайды деп едің. Баспаграм болды ғой, баспаграм. Үйге бір жылдан бері жібермедің ғой үйге. Қандай семьясыңдар өзі? Специально жібермеймін мен. Үйдегі өсекке тасиды ол. Саған қарай. Ой, біздің қызымның қара шайы тасса таситын шығар. Бірақ өсек тасымайды яқшы ма? О сенің үйің проблемаларын не қыламан мен? Үлкен балаң ішіп жүргенін не қыламан мен? Байыңның басқа қатынмен жүріп кеткенін не қыламан мен? Біздің үйде сол проблема ғой. Одно и то же. Надо будет бағо, сен қызың бағо, дым білмейтінді сүмілеге дал. Үйретпейсің бе қызға көп заттарды? Ауқат піса алмайды деді. Әмме затты үйретіп қойпан, әмме затты. Колбаса турауды үйреттім. Кеселерді жуып бір-біріне кигізіп қоюды үйреттім. Браво. Негіз сілердің семьяңызда бар ма? Қонаққа деген сыйластық жоқ. Не мынау дастархан? Қанша жаман болса әйтеуір бір зат қоюға болады ғой. Кетті қазір қызың. Әкелері 2 пакет сумка базарға. Біздің 2 қабат қызым жібердің бе еле базарға, я? Жіберсем, өзіміздің баламыз бар ішінде. Баланы айымын мен де. Баланы тек. Біздің қызыма рахмет айт яқшы ма? Сен ұрпағың жалғастырып жүріпті. Болмаса жалғастыратындай ұрпақ емес сенікі. Жабы аузында Құдағай болды, үндемеген сайын. Қалай жалғастырмайсың? Керек болса, ақылыңның атын жалғастырып қоям. Көрейін ғана жалғастырмайтын. Қазір тойдың дискетін қойып беремін. Жалын жүрген жерлерің бар. 1-2 сом беріп тұр деп, ұялып қаласың. Мынауың артық, Құдағай, мынауың артық. Зобым ғана менің зобым. Мама келдіңіз бе? Ассалаумағалейкум. Көрдің бе қызыңды базарлап та білмейді. Базарда деген 5-6 сағатта жүру керек, білесің ғой өзің. Азан жерлерді іздеп жүру керек. Мына 1 сағатта келді ғой. Мен қызымды салпылдап жүрмей, Низам оптымға бар деп айттым яқшы ма? Низам оптымда әмме ізлеген затың табылады. Бәрі арзан оптым ценада. Керек болса мына базардан да арзан. Базарың, районлардан келіп, бәрі сол Низам оптымнан келіп алады. Соны білмейсің ғой сен? Қалай оны өксіп айтақыр, мен тұрып қазан жерді білмей қаламын. Білмейтін де бар ма маған құсап? Ене мамам айтқан дұрыс, Низам оптым растарам сол арзан, бірақ жаңа жалғас деп отқаныңыз қарсымыз. Біз баланспен өзіміз ойласып қойыппыз. Мощный ат қоямыз өзі, тоқтасын деп. Бірінші балаға ма? Үмітім гүлім гүлге